айтыпты да, осы талай адамды курортқа жұмысқа кіргізіп бір тиын ақша алған жоқпын ғой менде деген бір десе қолыңа келсе алмайсың ғой деп айтып келді. Жама. Сонда кабинетінде ала ма? Кабинетіне әкеліп берді ме, үйіне апарып берсін? Кабинетінде бердім. Осыдан енді G8-ге көтерер кезде. Сол кезде осы жаңағы ақшаны бердің, бермедің деп айтқан кезде сен жоқ қылып жіберем, ұстап жіберем дедің. Ол кезде емес қой, оны кейін ана G8-ге көтерген жоқ қой заведующийлікке. Негізі 16 комплект болса автоматически бізге G8-ге төлену керек заведующийлікке. Бұл соны не қылмаған ғой. Кейін кіріп айттым мен, бізде осындай мынандай деп. Бопты, анармен сөйлесіп келешті. Анаға барып айтса, анар сөйтіп айтты деп маған 15 мың деп айтты. Алдым 20 мың деген бір жыл бұрын. Қалдыбек айқайлап 20 мың керек жоқ, жүре бер сол үйде деп. Кейінгі жылы тағы да кәсіподаққа кіріңдер деді бізге методистіміз. Қырғызалиевке барыңдар деді. Бірінші өздерінің кәсіподақтарына айтыңдар, болмаса соған барыңдар деген. Мәдібекке айтып, ой, болды деп өзім туралап берем, Қырғызалиевке өзім барып айтамын, анау деп жүрді. Бір күні бермесе болмайды екен. Жаңағы директор барып сөйлесу керек, Қырғызалиев ештеңе шеше алмайды екен, анау деп. Бердібектің өзі? Бердібектің өзі. Сен оған письменный түрде жазып неған жоқсың ғой, кәсіподақ деп? Соны ұялмай өзі бермесең болмайды екен деп айтты ма? Сөйтіп айтты. Сосын? Сөйтіп сонымен кейін не қылды да, бопты берем дедім мен. 20 мың дегенде көтермайды анау деп айттым, анаға 15 деп айтқан ем, бопты деп айтты, 15 мың бересің деді. Мақұл бопты дедім, 11 мың қосылады екен ғой, несіне қиналасың деді маған. Мақұл бопты қосып екен, Қалыбекті де көндірдім ғой, сонда 11 мың қосылады екен, қосып несіне не аласың анау деп бір оны көндірдім. Сөйтіп қой жаңағы, сөйтсем кімге айтыпты, Бердібек айтқанда біздің Қалыбек. Сөйтіп ол анар деген негізі әшейін істеп беру керек екен ғой, негізі Қырғызалиевке шық десем, мынау шықпай отыр, сізге айтқан екен. Егер не алатын болса, мен анарды тапсырып жіберіп ақшаны беремін. Келгенде Айшаға сен істеген деп айтқан. Одан Айжанға айтқан. Айшаға айтқан, ақша беремін, адамға басын ұстатайын. Бердібек Айжанға айтқан? Айжанға да Айшаның өзі де айтқан ғой. Сөйтіп бір күні алып бардым мен ақшаны, дайын ба ақшаны бердім, дайын деп апарған ем. Ақшаны бердім, сөйткенім сап қоя сал, мен баратын өзім айтамын деп. Қайтып сап алдым мен. Бір күн мына жерде төсте отырған ем. Гүлмира, мен сояққа кетіп жатырмын, ақшаң кәне не өнгеледі. Өзімде ғой деп дәптерін берді, дәптердің ортасын ашты. Салған жоқ қой сонда. Дәптерге салып алдым? Дәптерге салдым мен. Соны алды да кетті, сөйтіп ертесіне келіп айқайлады ғой. Не деп? Сен деп Қалыбек мені ұстатып жіберем депті. Сен ұстатып жіберді білесің ба? Жаңағы атқа жіберем, азаға дейін күйеуің түрінде көре алмай қаласың. Айша кім атып тастайды деп сұрамадың ба? Менің туысқаным жоқ па дейді, менің де туысқандарым бар дейді, мен бүгін ұстатып бар дейді, азанға дейін